сізден күтпедік әрине. Диора екеулеріңіздің таныстықтарыңыз тоқтап қалды. Артынша маған қазақи менталитеттегі бір көзім түскен қыз бар, соңғы 2 рет көргенде байқадым ол қызды деп Айданаға сөз салдыңыз. Танысып көргіңіз келді. Бірақ енді өзіңіз бір дұрыстап, толықтырып айтсаңыз, себебі енді біз кеше бір суыртпақтап өзіңізден шығарып алған сияқты болған сияқтымыз сізден. Айтарыңыз болса, ойыңыз қандай, көңіліңіз қандай, барлығын ашып айтсаңыз. Негіз кеше айтпай қойсам да отырып, бірақ мен кеше айтпай кетіп қалсам, уже менде шанс жоқ қой дедім да. Одан кейін сол моментте айтып қалу керек болды ойымдағы нәрсені. Негізі Айданаға көзім түсті, айттым, кеше де 2 эфир алдым. И ол кезде таныстық болған екен, мені таныстық болған екен, просто ішінде қалып кетті. Бәріне дайынмын дейсіз. Ал бір қандай қылығын ұнаттыңыз, мінезін ұнаттыңыз, бір сырттай көріп, соны айтып берсеңіз? Білем, сіздің көп сөйлемейтініңізді негізі, бірақ бір естігіміз келеді, сенгіміз келеді, және сену үшін бір сіздің аузыңыздан бір сондай бір сезімдер жайлы естігіміз келеді, ойлар. Маған өте қарапайымдылығы, сосын сыртқы келбеті. Сол, өзіме үлкен болса да, бірақ ұнады. Кешегі айтқан әңгімеңізден кейін Айданамен сөйлесе алдыңыз ба? Сөйлеспедік. Сөйлеспедіңіз? Инстаграмға подписчик істеп қойдық. Сөйлеспедік дальше. Бірақ кеше қайтарда бірге қайттық. Таксимен бірге қайттыңыздар? Иә. Қасында інім бар, бірге қайттық та. Ол кісі өзіне дальше тірліктермен кетті, мен өзім дальше. Мен түсінбей жатырмын. Сіздер шыққаннан кейін, эфирден кейін сөйлестіңіздер, иә? Сөйлеспедік. Солай ма? Сөйлеспедік. Просто Бексұлтан, Айдана деп таныстық. Таныстыңыздар? Просто, иә. Иә, содан кейін? Інім бар, Айдана ханым бар. Сіз айттыңыз ба, мен жеткізіп салайын деп? Жеткізіп салайын деп айттыңыз ба? Иә. Енді баратын жеріміз бірге болған екен. Бардық, ары қарай мен өзім Цумға бардым. Айдана, сіз де ойланбай отыра салдыңыз, бара салдыңыздар. Қайырлы күн, Баласа ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Онша емес. Неге Жақсы емеспін, білмеймін. Шынды айтайын, ешқандай көңіл күйім жоқ. Жалпы иә, кеше енді біздің інім деп жатыр ғой, сол менің досым болып келеді. Сонымен сөйлесіп, біздің бір алдыңғы үміткермен бір түсіруіміз керек, жұмыстарымыз бар еді, видеоға түсіруіміз керек. Соған қарай сол ініммен бірге шығып бара жатқан кезде, тоже Бексұлтан да бар. По пути болғаннан кейін барлығымыз бір таксимен қайтқанымыз бар, бірақ бұл кісі алдында отырды, мен сол досыммен сөйлесіп бардым, барғанша. Сөйтіп, қалай сонда, Бексұлтан алдыңғы үміткеріңіздің досы ма? Жоқ. Кім? Менің досымның, сіздің досыңыздың? Иә, інім деп тұр ғой, жаңағы сол менің досым болып келеді. Сол кісіні айтып жатырық. Екеуміздің ортақ танысымыз бар да, получается. Былай істейікші, Айдана, сіз келсеңіз, диванға жайғасыңыз. Жақындап, бір-бірімізді жақсы естіп сөйлесейік, жайғасыңыз. Мен түсінбей жатырмын. Бұл кісі сізге сөз салды кеше ғана. Бірақ қалай бір көлікте қайтасыздар? Егер де сіздерді ешқашан ештеңе байланыстырмаған болса. Бұны сөйлеспедік біз. Қалай сөйлеспеуге болады? Әлде бұған дейін таныссыздар ма сіздер? Кеше таныстық. Сыртқа шыққан екен. Шынымен осы эфир бітті ғой, сыртқа шықтық. Сол досым тұр. Қасында Бексұлтан тұр екен. Осылай қол алысып танысқан болатынбыз, Айдана Бексұлтан деп. Таныстыңыздар сол жерде? Былай жақыннан бірінші рет көрдік бір-бірімізді. Ештеңе, ондай ешқандай әңгіме болған жоқ. Таксиден түстік. Мен жарайды, онда жүре берейін, сіздер өздеріңіз ары қарай түсірілімдеріңізге кете беріңіздер дедім. Мен дальше өзім ары қарай жүріп кеттім. Қызық екен енді. Енді алдында әділет команда деп қоймайтын еді ғой. Сол бір ортақ танысымыз бар ғой, мобилограф бала. Соны айтып жатырмыз ғой. Сол команда деп қоймайтын еді ғой. Сол жігіт енді біз алдындағы үміткермен, Тұранмен бірге түсіретін жұмыстарымыз бар еді. Біз енді таныстық тоқтайды деп, олай ұрысып кетеміз деп мүлде ойламадық. Енді уәде етіліп қойғаннан кейін, алдын ала жоспарланып қойғаннан кейін, енді жұмыстарды қаншама адамның алдында жауапкершілік болғаннан кейін, оны енді видеоларды түсіруіміз керек болды. Сөйтіп, сол жаққа барғанымыз бар. Ол Тұранмен бірге ма? Иә, Тұранмен видеоға түсірдім. Ол сонда сіздер Тұранмен қоштастыңыздар, бірақ алдағы уақытта видео түсірулеріңіз керек.
Кеше бір видео түсірдік, алдағы уақытта енді 2 видеомыз бар түсіретін. Қалай, бірақ ол видеолардан бас тартуға болмай ма, егер бізде осындай жағдай, біз бірге емеспіз, мен бірге жұмыс істегім келмейді дегендей? Сол бас тартуға болмайтын жағдай болып тұр. Соны түсіру керек болып тұрмыз. Балауса ханым. Енді қызық екен, себебі қараңызшы, сіздің бұрынғы үміткеріңіздің жанында жүретін болсаңыз, алдағы үміткерді қалай қабылдайсыз? Кім болса да, қай жігіт болса да түсінбейді ғой. Енді ол кісімен біз қоштасқан кезде дос болып қаламыз деп айттық. Оны басқа түсінемін, басқа жігіт түсінбейді ғой. Сізді білмеймін, енді білмеймін. Бұл бір сіздерде ойдан құрастырылған жер емес, барлығы шынайы болғаннан кейін қазір көрермен де түсінбейді. Бұлар неге екіге кетіп әлі бірге жүр, қандай жұмыс байланыстырады, егер де екеуі эфирде танысқан адамдар болса деп ойлайды. Және кім болса да келіп тұрған жігіттің ата-анасы ойлайды, болашақ келініміз болады, бұл қыз болса бірақ әлі бұрынғы үміткерімен әлі араласып жүр, бұл қайдағы достық деп ойлайды. Балауса ханым, енді ол жерде съемочная группа бар, біз екеуміз ғана кездесіп жатқан жоқпыз. Негізі кеше бардық, сол на месте сол түсіру керек видеомызды түсірдік, содан кейін қайтып кеттік. Бірақ ол енді өте адам көп жүретін жерде түсірілді, кәдімгі халықтың ішіне социальный ролик болды, солай түсірдік, социальный ролик. Жұмыс бойынша болған екен, түсінетін шығар енді. Сіз түсініп отырсыз? Мен түсініп отырмын. Енді білмеймін, мен түсіне алмадым. Неге? Себебі қыз бен жігіт шынайы кездесті екен, осы жерде жұп болды екен, оның барлығы шынайы деп ойлаймын. Мен енді егер де бір адам сезім болмаса, сәл болса да симпатия болмаса, кез келген жігітпен танысып кездесіп бастамайды менің білуімше. Және бір адамға ауыр тимей ма? Қайтадан көріп, жұмыс істеп жүру деген. Жоқ, енді біз алдында қоштасып кеткеннен кейін кеше ғана кездестік ол кісімен. Бірнеше күн өтті ғой. Енді қызық екен, жалпы қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай деп сөйтіп сұрап жатырмын. Енді білмеймін, енді көзден кетсе көңілден кетеді дейді ғой. Ақырындап енді өз қалпыма келіп жатырмын. Білмеймін, жақсы сияқты бәрі. Енді дос болып қалдық қой деп айтып жатыр. Маған ешқандай реніш жоқ қой деген сияқты. Енді білмеймін, адам ретінде енді барлығын түсініп тұрмын. Олай бір негізі махаббатпен жұмысты шатастырмау керек Айдана. Мен негізі соңғы бір апта болып қалды, Айдананы мүлдем түсініп жүрген жоқпын. Сіздер де түсініп отқан жоқ шығарсыздар. Негізі адамның миына кіріп шықпайтын әңгіме айтып жатыр да, оның досы, менің бұрынғы үміткерім несі, ол менің досым артында отыр. Бәрі бір қазанда қайнап жүрген адамсыңдар ғой сендер. Бәрің бір-бірің танисыңдар. Мына Бексұлтан да сенің алдыңғы Тұранды таниды негізі. Жақсы ара қатынастағы адамдар негізі негізі бір сұрақ қояйыншы Балауса ханым. Негізі осы сырттан келетін блогерлер біздің жобаға нақты қыз үшін келе ма негізі? Мен қазір сізге ара жегін, қазір мен қараңыз, тізбектеп айтып берейін. Блогерлер келген кезде Тәуіржан келді. Бірінші, бір қызға келді. Омен тоқтатты, екінші қызға секірді. Одан кейін Бұжай келді. Жансая деді, Маржанға секірді. Одан кейін Уфучук келді. Ол да блогер. Марико деді, Айгүлге секіріп кетті. Одан кейін Бексұлтан келді. Ойбай Диора деп жүрді, ойбай айым күнім деп жүрді. Енді Айданаға сезім бар, қазақ екен дейді. Негізі сендерге блогерлер жалпы. Блогер сымақтар. Сендерге біздің жобамыздағы қыз... Блогер сымақтар деп алып қойды. Қараша, сендерге блогер сымақтар деп айтпау. Сендерге біздің